Сабақты بسم бастауға الله الرحمن الرحيم Өйткені Алла саған Құранды және даналық түсірді, әрі саған білмегендеріңді үйретті. Сондай-ақ Алланың саған деген ілтипаты өте ірі. Ассаламу алейкум, аса қымбатты көрермендер. Мінеки, өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 20-шы сабағын бастағалы отырмыз. Кітап дәптерлеріңізді алып, сабақты бастауға әзір отырыңыздар. Бүгін 20-шы сабағымызда араб тіліндегі алдындағы өткен араб тіл әріптерінің 4 көрінісін бір сөздің құрамында біріктіруді үйренеміз. Олай болса, үй жұмысынан бастаймыз. Үй жұмысы. Үй жұмысы сіздерге алдыңғы сабақта өткен дәл, зәл, ро, зәй әріптерінің көріністерін жазу берілген. Енді сіздердің үй жұмысын жасағандағы қателіктеріңізге келетін болсақ, бізде дәптердің жолы өте маңызды рөл атқарады, өздеріңіз білесіздер. Міне сіздердің біріңіз жазған кезде зәлді бұлай жазғасыздар. Міне. Мына жерін тигізіп. Екінші біріңіз роны бұлай, тағы біреуіңіз зәні бұлай жазғасыздар. Негізі бізде ереже бар, я? Мына ро әріпі ылғида жолдан төмен қарай жазылады. Міне. Зәй әріпі де сол сияқты. Ал енді зәл әріпінің қатесі міне жердегі. Бұл дәптердің жолы ғана толығымен тимейді. Мінеке. Естеріңізге түсті ма? Мыналар бізде қате. Көрдік па? Осыны ескеріңіздер. Осы қатені жібермеңіздер жазуда. Енді сіздерге үй жұмысын пысықтау үшін өткен сабақта біз қандай әріптердің сөз құрамында жазуын үйрендік, кім айтады? Ернұр? Сақтамыз дәл, зәл, ро және зәй әріптерінің сөз құрамында жазылған. Машалла, отыра ғой. Енді осы өткен сабақта өткен дәл, зәл, ро, зәй әріптерінің өзге әріптерден айырмашылығы қандай еді? Кім айтады? Айдын? Өзіне дейін әріп жалғайды, өзінен кейін әріп жалғамайды. Машалла, отыра ғой. Келесі сұрақ, я әріпі қандай затқа ұқсайды, кім айтады? Азат? Екі жұмыртқа басып жатқан үйретке ұқсайды. Өткен сабақта өткен әріптерге ұқсас, алдыңғы сабақта қандай әріптерді өткен едік, кім айтады? Рүстем? Алиф және уау әріптері. Машалла, отыра ғой. Не көрдіңіздер ма? Алдыңғы сабақта әлиф, уау, дәл, зәл, ро, зәй әріптерін өттік. Бұлардың басқа әріптерден басты айырмашылығы өзіне дейін әріп жалғайды, өзінен кейін әріп жалғамайтын еді. Өткенді қайталау. Дәл әріпі сөз басында. Дәл әріпі сөз ортасында. Дәл әріпі сөз соңында. Зәл әріпі сөз басында. Зәл әріпі сөз ортасында. Зәл әріпі сөз соңында. Ро әріпі сөз басында. Ро әріпі сөз ортасында. Ро әріпі сөз соңында. Зәй әріпі сөз басында. Зәй әріпі сөз ортасында. Зәй әріпі сөз соңында. Олай болса, көріністерін қайталау үшін мен тақтаға әріп жазамын. Көрінісін сіздер соның қай әріп екенін және қай көріністі екенін табасыздар. Міне.
Бұл қай көріністе, қай әріп, кім айтады? Рүстем? Бұл дәл әрпінің сөз басы және жекеше көрініс. Машалла, отыра ғой. Келесі бізде кім айтады? Айдын? Ро әрпінің сөз соңындағы көрініс. Сөз соңындағы. Ал бізде ро әрпінің сөз ортасындағысы қалай жазылатын еді? Дәл осы сияқты жазылатын еді, ро әрпінің. Келесі бізде кім айтады? Ернұр? Бұл зәй әрпінің сөз соңындағы көрініс. Сөз соңындағы, иә. Енді соңғы бізде кім айтады? Азат? Бұл зәл әрпінің жекеше және сөз басындағы көрініс. Машалла, отыра ғой. Жаңа сабақ. Мінекей оқушылар, біз алдыңғы сабағымызда өткен әріптердің 4 көріністе жазылуын енді бір сөздің құрамында біріктіретін боламыз. Ол үшін біз 28 әріпті ал әріп тіліндегі 2 топқа бөлеміз. Бірінші топ бізде өзінен кейін әріп жалғайтын, ал келесі топ бізде өзінен кейін әріп жалғамайтын. Көрдіңіздер ме? Осы 2 топқа бөлеміз. Ал енді бізде өзінен кейін әріп жалғамайтын топқа бірінші әлиф, вау, дәл, зәл, ро, зәй әріптері жатады. Ал өзінен кейін әріп жалғайтын әріптерге осы 6 әріптен өзге 22 әріп жатады. Ол бізде бә әріпі, тә әріпі, сә әріпі, жим, хә, хо, син, шин, сод, тод, то, во, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, хи, яр. Көрдіңіздер ме? Осы әріптер. Яғни бұл әріптер өзінен кейін де өзіне дейін де әріптер жалғаса, ал мына әріптер тобы өзіне дейін жалғағанымен өзінен кейін әріп жалғамайды. Мысалға айтар болсақ, міне, біз бә әрібін алсақ, ортасындағы жазылу көрініс. Мына жерге әлиф әрібін алайық. Бә әрібіне қоссақ, тә әрібінің сөз басындағысын. Келесі сә әрібінің сөз соңындағысы. Көрдіңіздер ме? Мына жерде қосылып тұр, екеуі де. Өзіне дейін де, өзінен кейін де жалғайды. Ал енді әлиф әріпіне тә әрібін қосатын болсақ, көрдіңіздер ме? Өзіне дейін жалғайды, өзінен кейін жалғамайды. Басты айырмашылығы осы. Жазып алыңыздар. Жазу. Енді осы әріптерді біз ерекшеліктеріне байланысты жазып үйренеміз. Бірінші біз өзіне дейін де, өзінен кейін де әріп жалғайтын әріптерді жалғап үйренеміз бір-біріне. Бә әріпіне қосамыз. Жим әрібін. Оған қосамыз. Тә әрібін. Бізде шығады.
Мінекі. Екінші. Ф әрбіне қосамыз. Х әрбі. Оған қосамыз. Син әрбі. Шығады бізде. Осылай қосастар. Келесі. Хо әрбі. Сөз басында. Оған қосамыз шин әрбі. Оған қосамыз сод әрбі. Хо. Син. Сод. Көрініп тұр ма? Сод. Келесі әріп бізде. То әрбі сөз басында. Оған қосамыз. Айн әрбі сөз ортасында. Оған қосамыз. Ф әрбі. Осылай болады, бұдан шығады бізде. Бірінші то әрбі сөз басында. Оған қосамыз. Айн әрбі сөз ортасында. Оған Ф әрбінің сөз соңындағысын қосамыз. Келесі бізде В әрбіне қосамыз. Ғойын әрбін. Оған қосамыз. Қоф әрбін. Де шығады. Фо. Ғойын. Қоф. Түсініп отырмыз ба? Енді бізде келесі. Кәф әрбі. Қосамыз. Мим әрбі. Оған қосамыз. Хи әрбі. Бізде шығады. Ләм әрбі. Қосамыз. Нун әрбі. Оған қосамыз. Я әрбі. Бізде шығады. Ләмнің сөз басындағысын жазып аламыз. Кейін нунды бірден. Кейін осы жерден яның сөз соңындағысын жазамыз. Мінекі көрдіңіздер ма? Бұл бізде өзіне дейін де, өзінен кейін де әріп жалғайтын әріптердің қосылуы бір-біріне. Мына жерде біз міндетті түрде баға жимді қосу керек, жимға тәні қосу керек деген мағына шықпайды. Бұл жерде біз әр әріптің сөз басы, мысалы, бә әрбінің сөз басындағысын алдық, жим әрбінің сөз ортасындағы, тә әрбінің сөз соңындағысын алдық. Бұл бір-бірімізде жаңағы әріптерді бір-біріне қосып көрсеткендегі үлгі. Әріптердің барлығы бір-біріне осылай қосылады. Енді біз сіздермен үйренетініміз өзіне дейін ғана әріп жалғайтын әріптердің өзіне дейін де, өзінен кейін де әріп жалғайтын әріптермен бір сөздің құрамында қосылуы. Менімен ілесіп жазып отырыңыздар. Бірінші, мысалы, өзіне дейін ғана әріп жалғайтын әлиф әріпі. Онымен қосамыз. Өзіне дейін де, өзінен кейін де әріп жалғайтын бә әріпі. Онда бізде міне шығады. Бә әріпі. Келесі. Дәл әрбі. Оған қосамыз. Тә әрбі. Бізде шығады. Дәл және тә әрбі. Ал келесі. Зәл әрбі. Оған қосамыз. Тә әрбін. Шығады. Дәл. Келесі. Ро әрбіне қосамыз. Жим әрбі. Бізде шығады. Ро және жим. Зәй әрбі. Қосамыз. Хә әрбін. Шығады. Зәйді жазамыз. Оған хә әрбін қосамыз. Ал соңғы бізде вау әрбі. Қосамыз. Хо әрбін. Шығады. Вау және хо. Көрдіңіздер ме, балалар? Мына жерде түсінсеңіздер, мына әріптердің бәрі қарап отырыңыздар. Бә әрбінің де, тә әрбінің де, сә әрбінің де, жим және хә, хо әрбінің әрқайсының жекеше түрі жазылған. Себебі бұл өзінен кейін әріп жалғамайтын әріппен кездескен кезде, жолыққан кезде осылай жазылады, жекеше түрдегі жазылады. Себебі бізде зә әрбін, мысалы, зәл әрбін алайық, міне. Оған сә әрбін. Сә әрбі негізі өзіне дейін әріп жалғаса, біз мынаны сәрбінің ортасында бұлай жалғайтын едік, міне, сөз соңында.
Сөз соңында осылай жазатын еді. Егер осы екеуін қосатын болсақ, қараңыздар, не шығады бізде? Міне, зәл. Мынандай әріп араб тілінде бұндай әріп жоқ. Көрдіңіздер, мынау сәні де зәл әрпінде жоқ қылып жіберді. Бұлай қосу дұрыс емес. Зәл әрпіне қосылған кезде сә әрпі жекеше түрде жазылады. Мынау бірігіп тұрғандағы сөз. Ал енді келесі үйренетіміз, не дейін ғана әріп жалғайтын әріптердің бір-бірімен қосылуын үйренеміз. Менімен ілесіп қарап отырыңыздар. Бірінші әлиф әрпіне біз қосамыз ро әрпін. Оған қосамыз зәй әрпін. Міне, үшеуі де өзіне дейін ғана әріп жалғайтын әріптер, иә? Енді қосқан кезде міне, әлиф, ро, зәй. Көрдіңіздер ме? Ал келесісі дәл қосамыз, зәл, оған қосамыз вау әрпі. Бұл да мына өздерінің әріптестері сияқты дәл, зәл, вау. Осылай жазылады. Бұл әріптерде өзара жазылған кезде, мысалы, зәл әріпімен вау әріпін қосқан кезде, егер де бұлай қосып жіберетін болсақ, міне, зәл әріп үш жерден ал, вау әріпінің сөз ортасындағы жазып жіберетін болсақ, міне көрдіңіздер ме? Мынау бізде неге ұқсап қалды? Нун әріпіне ұқсап қалды. Шатастырмас үшін бұл жерде бұл жазылмайды бұлай. Бұл дұрыс емес. Бұлар да өзара қосылған кезде жекеше түрдегі көріністер жазылады. Осыны ескеріңіздер. Жаттығу. Қазір тақ пішпек ойынын ойнаймыз. Мен сіздерге әріптерді қате шатастырып қосамын. Дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Қосамыз. Иә. Толды әріп. Кім табады? Рүстем? Бер қайтамыз. Біріншісінікі. Біріншісінікі, о, мағлад. Екінші. Екіншісінікі, мағлад. Үшіншісінікі, мағлад. Және төртіншісінікі, мағлад. Дұрыс па оқушылар? Дұрыс тапты ма? Машалла. Отыра қой Рүстем. Көрдіңіздер ма? Мына әріптердің қосындысынан мына нәтижелер шығады. Келесі ойынымыз бізде жазғыш пек деп аталады, иә? Жазғыш пек ойынына бізден бір үміткер шығу керек. Кім шығады? Азат?
Ал енді Азатқа кім әріп жасырады? Рүстем? Дәл әріпін зәл әріпіне қосып, оған тағы да алиф әріпін қосып. Алиф әріп, иә. Дұрыс жазды ма оқушылар? Келесі кім айтады? Ернұр? Син, сот және зәл әріптерінің бірігуін жаз. Дұрыс жазды ма? Зәл дедіңіз бе, дәл дедіңіз бе? Ернұр? Зәл деді, иә? Зәлдің нүктесі бар. Келесі? Айдын? Бә, алиф, зәл әріптері қосылсын. Дұрыс жазды ма? Айдын? Машалла. Келесі енді? Рүстем? Вау, сә және син әріптерін қосыңыз. Түсіндік па, Азат? Иә. Рүстем, қандай тапсырма бердіңіз Азатқа? Қайтан айтыңызшы? Вау, сә және син әріптер. Син әрбі дедіңіз ба? Шин дедім бе? Иә. Шин деді. Көріңіз Азат? Бірінші дұрыс таңдап аламыз, иә? Рүстем, сіздерде де айтқан кезде, жақсы отыра ғой Азат, машалла. Сіздерде де айтқан кезде, көріңіз, сіз сә деп айттыңыз, Азат қайсы ән жазарын білмей қалды. Себебі сіз сә деген кезде біз синді сә деп айтамыз, иә? Ал негізі сә деген бізде тіл шығып айтылады. Одан кейін сіздер байқамаңыздар, Азаттың бір қатесі, Азаттың мына сод әріпін жазуында қате кетті. Азат міне син әріпін жазып алды. Кейін сод әріпін мына жақтан бүйтіп қайтан қосты. Сод әріпі ортада бүйтіп жазылмайды, иә? Міне қараңыздар. Син әріпін жаздық, келді ма? Міне. Мынау дайын тұр. Бізде сод әріпі сөз ортасында қосылады ғой, көрдіңіздер ме? Міне, мынау дайын тұр міне бізде. Син әріпін жазып келдік. Міне дайын тұр. Осы жерден қайыра саламыз міне. Көрдіңіз бе? Түсіндік па? Қаламды алмаймыз. Қараңыздар тағы да. Міне син келіп тұр. Сод. Одан кейін бізде үшінші әріп зәл міне. Қорытынды. Бүгін біз сабақта не үйрендік? Кім айтады? Ернұр? Бүгін біз араб тіліндегі әріптердің сөз құрамында жазылуын және бір көрісте бірігіп жазылуын үйрендік. Сөз құрамында, яғни бір сөздің құрамында бірігуін үйрендік, иә? Машалла отыра ғой. Келесі, осы сөз құрамында бір-бірімен қосу үшін араб әріптерін қандай топтарға бөлдік? Кім айтады? Айдын? Сөз құрамында араб әріптерін бір-бірімен қосу үшін екі топқа бөлдік. Өзінен кейін жалғайтын, өзінен кейін жалғамайтын әріптер. Келесі сұрақ, алиф, вау, дәл, зәл, ро, зәй әріптеріне жатпайтын екінші топтағы әріптер қандай әріптер? Кім айтады? Азат? Өзіне дейін де, өзінен кейін де әріптер жалғайтын әріптер. Алиф, вау, дәл, зәл, ро, зәй әріптері қандай әріптер? Кім айтады? Рүстем? Тек өзіне дейін әріп жалғайтын әріптер. Машалла отыра ғой. Олай болса, келесі бізде үй жұмысы. Үйге тапсырма. Жазып алыңыздар. Келесі сабаққа үй жұмысы. Бірінші әріптердің бір сөз құрамында, өздеріңіз қалаған бір сөз құрамында біріктіресіздер, араластырып, қосып жазып келесіздер. Бірінші тапсырма. Екінші тапсырма, алдындағы өткен әріптердің дұрыс шығарылуы, яғни дұрыс айтылуы, одан кейін сөз құрамында төрт көріністе жазылуы.
жекеше, сөз басы, сөз ортасы және сөз соңында жазылуын қайталаңыздар. Ей Абу Мунзир, Алла кітабындағы ең ұлы аятты білесің бе? Деді. Ол, Алла және оның елшісі өте жақсы білет, деді. Сонда Алла елшісі, ей Абу Мунзир, Алла кітабындағы ең ұлы аятты білесің бе деп қайта сұрады. Абу Мунзир, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм, деді. Ол кісі Абу Мунзирдің көкірегінен қағып, ілім сені бақытты етсін, ей Абу Мунзир, деді. Мінеке құрметті көрермендер, өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 20-шы сабағы да өз мәресіне келіп жетті. Келесі бағдарламамызда жүздескенше Аллахтың амандығында сау саламатта болайық ағайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах елшісі ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Имам Муслим жеткізген бір хадисінде, ұлы Аллах Құран оқыған және ондағы жазылғанға сәйкес амал еткен кісінің ата-анасына қиямет күні тәж кигізеді. Ол тәждің нұры дүниедегі күн нұрынан да жарық болады деген.